Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерге оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, геймификация әдісі негізінде 5-ші сынып оқушыларына арнап қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша дайындаған тапсырмаларымды ұсынамын. Оқулықтағы бірінші тақырып отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер, бірінші-екінші сабақ қазақ отбасының дәстүрлері. Осы сабақ бойынша дайындалған тапсырмаларды қарастырайық. Мысалға, мәтін соңы 7-ші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексер. Оқушылар берілген ақпараттарды оқиды. Егер ақпараттар мәтін мазмұнына сай келсе, бірінші «я» деген бағанға белгі қояды. Егер ақпараттар мәтін мазмұнына сай келмесе, екінші «жоқ» деген бағанға белгі қояды. Мен бұл тапсырманы Learning Apps.org сервисінде дайындадым. Оқушылар берілген сілтеме бойынша немесе QR код арқылы өтіп тапсырманы орындайды. Берілген ақпараттарды оқып, «я», «жоқ» деген екі бағанға топтастырады. Әлібектің отбасы үлкен. Ата-анасы Әлібекке ақылды болуды үйретті. Әлібек өз отбасының дәстүрін құрметтейді. Ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Әлібек үлкендерге әрқашан кеңес береді. Қазақ отбасында жақсы дәстүр көп. Қазақ отбасында жасы кішілерді ерекше құрметтейді. Әлібектің қарындасы жоқ. Тапсырма аяқталды. Тексереміз. Тапсырма дұрыс орындалды. Егер оқушылар тапсырманы орындау барысында қателіктер жіберіп жатса, тексеру барысында ол қызылмен көрсетіледі. Келесі тапсырма 3-4 сабақ «Атам төрде отырады» тақырыбы бойынша. Оқушылар берілген мәтінді оқиды, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Бұл тапсырманы да осы сервисте дайындадым. Оқушылар берілген сұрақтардың жауабын төменде берілген жауап нұсқаларынан тауып, бос торкөздерге әкеп орналастырады. Төр қандай орын? Қонақтар отыратын сыйлы орын. Қонақты қалай қарсы алады? Төрлетіңіз, төрге шығыңыз деп қарсы алады. Қонаққа қалай құрмет көрсеткен? Көрпе төсеп, төрге отырғызады. Төрде кімдер отырады? Төрде қарттар отырады. Дастарханға кім бата береді? Қарт тілегін айтып, батасын береді. Жауап беріп болғаннан кейін тексереді. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап берілді. Келесі тапсырма Joyteka интерактивті сервисінде орындалады. Оқушы өзінің аты жөнін жазып, ойынға кіреді. Тапсырмаларды орындап, бөлменің есігін аш. Әзірге бөлменің есігі жабық. Оқушы бөлмеде берілген кез келген заттың үстін басып көреді, яғни шайнекте су жоқ. Олай болса, біз толтырамыз, басып бірінші тапсырманы аламыз. Қарттың алғысы, бата. Келесі, біз теледидарды көріп тұрмыз және пультті көріп тұрмыз. Олай болса, теледидарды қосамыз. Екінші тапсырма, бер сөзінің антонимі. Ал, есікті ашып көреміз. Есік әлі де жабық, яғни орындалмаған тапсырмалар бар деген сөз. Кітапты басып, біз 3-ші тапсырманы аламыз. Тапсырмаға жауап бердік. Енді қайтадан есікті ашып көреміз. Есік ашылды. Тапсырмалар дұрыс орындалды деген сөз.